Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. 13-ші сектор арнасынан бүгін көретін жаңалықтарыңыз. Виктор Осимхен Наполидан нақты кетеді деген ақпараттар бар. Қайда барады екен? Хосelu енді Реал Мадридқа керек емес, ода екі таңдау бар. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап лайктарыңызды басып, арнамызға жазылып отыруды ұмытпаңыздар. Виктор Осимхен деген тамаша ойыншы бар. Наполидің 9-дағы әлемдік деңгейдегі мықты шабуылшы деп айтуға болады, және де бұл шабуылшы Сауд Арабиясына барады деген ақпараттар бар. Енді Виктор Осимхен өзі бір сұхбатында мен Наполида қаламын, Наполиді жақсы көремін, бекерден бекер келісімшарт жасасқан жоқпын қайтадан деген сияқты ақпараттар жеткізген болатын. Бірақ та Хвича Кварацхелийдің агенті айтты, сіздер шынымен де Виктор Осимхеннің сөзіне сеніп тұрсыздар ма? Мынандай деңгейдегі ойыншы бұл Наполида қала бермейді. Ал енді Наполи өздеріне жай ғана ақша жасап қалу үшін жаңа келісімшарт жасасы. Екі жақты келісімшарт сондай болды. Негізінде Виктор Осимхен Сауд Арабиясына барады жақын арада деді. Бұған ренжіген Виктор Осимхен Хвича Кварацхелийдің агенті жағына бір жаман сөздер айтты деп айта салайық жай ғана, және де ренжісін білдірді. Бірақ та Хвича Кварацхелийдің агенті білетін нәрселерді біз білмеуіміз мүмкін. Сондықтан да Хвича Кварацхелийдің агентінің әңгімесіне де сенуге болады. Себебі қазіргі таңда өтемақы қазіргі Виктор Осимхеннің 130 миллион евро тұрады. Бұл ақшаны ешқандай топ 5 лигадағы бере алмайтын көрінеді. Ал Сауд Арабиясы береміз деп дайын отыр екен. Және де келіссөздерді ауызша бастап көріп жатқан жайлары бар екен. Енді Челси клубы қызықты деген ақпараттар болды, бірақ та Челси бұл өтемақы құнды естіді де бірден жолдан шығып кетті. Арсенал қызықты деген ақпараттар да бар. Пари Сен-Жермен қызықты деген ақпараттар да бар, бірақ та бұның бәрі осы 130 миллион евроны естіді де жолдан шығып қалып жатыр. Негізінде бір қорқынышты баға емес. Қазір трансфер маркет порталында Виктор Осимхен 110 миллион евро тұрады. Бәрібір де оны сатып алу үшін жоғары бағаға сататыны белгілі, қай команда болса да. Сондықтан да 130 миллион евроға қазір лайық шығар деп ойлаймыз Виктор Осимхенді. Не дегенмен де қазіргі таңда барлық ақпараттар, барлық басылымдар Виктор Осимхен Сауд Арабиясына барады дегенді жазып жатыр. Достар, бізді бүгінде Евро 2024-те тамаша ойындар күтуде. Румыния, білесіздер, Украинаны тасталқан қылған болатын бірінші айналымда, және де сол Румыния бүгін Бельгиямен кездесетін болады. Бельгияда 0 ұпай бүгін барын салуы керек. Румыния оңай қарсылас емес. Және де орталық ойындардың бірі Түркия Португалияның ойыны. Қазір топта Түркия бірінші орында тұр, Португалия екінші орында тұр. Түркия өте тамаша ойын көрсетіп жатқан жайы бар екенін білесіздер. Португалия бүгін барын салатын болады. Енді бұл жерде фаворит Португалия екенін білесіздер, бірақ та түріктерде бір гол салуға қауқары жетеді деп ойлаймыз. Түркия Португалияда екі командада гол соғады. Бельгия Румынияда Бельгия жеңіске жетеді деген бізде болжам бар, достар. Егер де өздеріңіздің болжамдарыңыз болатын болса, біздің 13-ші сектор арнасының демеушісі 1xbet 13-ші сектор деген промокод беріп қойған. Осы промокод арқылы кіретін болсаңыздар 200 мың теңгеге дейін дәл қазір бонус ала аласыздар. Бұндай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Бонустарды алу үшін осы видеоның астында сілтеме тұр, достар. Соған кірсеңіздер жеткілікті. Франция Нидерландының ойыны өтті кеше. Енді жалпы қазір бір сүреңсіз ойындар көбейіп кетті десек те болады. Кеше мүмкіндіктер болды. Өте бір керемет ойын көрем. Біз күткен ойынды көре алмадық. Жалпы бірақ енді Саутгейттің Англиясынан жақсы ойын көрсетті. Мүмкіндіктер болды, жақсы болды, шабуылдар болды. Нидерланды құрамасынан да шабуылдар болды. Франция ұлттық құрамасында да шабуылдар болды. Енді кеше мүмкіндікті Рабио Гризманға 100% мүмкіндікті жасап берді, бірақ та Гризман кеше Гризманның ойыны жүрген жоқ десек те болатын шығар. Себебі 100%-ық екі моментті, екі мүмкіндікті сала алмады. Ал оларға қарағанда Нидерланды Голландия гол салған еді, бірақ та Нидерландының ойыншысы қақпашыға кедергі жасады деп ол голды алып тастады. Енді әділетті алып тастады ма, әділетсіз алып тастады ма белгісіз. Есеп 0-0 болды. Жалпы лайықты есеп болған сияқты. Екеуі де осы есепке лайықты өнер көрсетті деп ойлаймыз. Біреу жеңіліп баса сәл өкініштілеу болып қалатын еді, бірақ та соңғы ойындардың бәрі сүреңсіз, сондай бір әйде
Беуде дейтіндей ойын болып жатқан жоқ. Өте сақ ойнайтын болып кеткен сияқты командалардың, ұлттық құрамалардың, жалпы бапкерлердің бәрі сондай болып бара жатқан тәрізді. Корольдік клуб Реал Мадридтің шабуылшысы өткен маусымдағы мықты шабуылшы Хоселу мырза жайлы айта кетейік. Хоселу Баварияны құртқан Хоселу десек те болады. Бұл Хоселу енді Реал Мадридпен келісім-шартты созады ма, созбайды ма белгісіз. Хоселудің өзінің сөздеріне қарасақ, ақпараттарына қарасақ, осы айдың 30-на дейін Реал Мадридта уақыт бар, және де сол Реал Мадридпен келісім-шарт осы айдың 30-на дейін мәселенің бәрі шешіледі деді Хоселудің өзі. Енді Хоселу Реал Мадридқа келген кезде әшейін бір айтуы алмастырып отыратын бір ойыншы болсын, жарақат алып қалса біреу шығатын ойыншы болсын деп алған ниет болатын. Бірақ та Хоселу одан ешкім күтпеген ойындарды көрсетіп тастады. Өзінің бір ақылды, мықты шабуылшы екенін көрсетті. Және де осы өзінің көрсеткішімен Сауд Арабиясының көзіне түскен екен. Сауд Арабиясы Хоселуға өте үлкен ұсыныс тастапты қазіргі таңда. Ал енді ол Реал Мадридқа келіседі ма, келіспейді ма белгісіз. Қазір екі ойлы болып жатырмыз. Ойымызды жинақтай алып жатқан жоқпыз деген ақпараттарды беруде. Енді Реал Мадридтің орындығында отыру, немесе шығысқа барып, негізгі құрамда ойнау, және де үлкен ақша табу деген таңдау болып тұр. Қазір енді Реал Мадридтің негізгі құрамына шыға алмайтыны белгілі, оның үстіне Мбаппе де келді десек те болады. Сондықтан да дұрыс таңдауы Хоселу үшін Сауд Арабиясына бару. Бір жылда өзінің жақсы жағынан көрсетті, және де қалған осы 2-3 маусым ойнайтын шығар ары кетсе. Сол 2-3 маусымда жақсы ақша жасап қалуына болады. Бүгінге осы достар 13-ші сектор арнасымен бірге болыңыздар. Біздің арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз достар.